Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай кәжекейді тігуді үйренетін боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қағаз, қайшы, сызғыш, ручка керек болады және өлшем керек болады. ОШ мойын айналымы, ОГ кеуде айналымы, ШП иық ұзындығы, ДИ бұйым ұзындығы. Ең алдымен біз осындай лекалау үшін дайындап алған қағазымызды ұзындығын белгілеп алатын боламыз. Сіз бұл үшін А3 форматтағы қағазды алсаңыз болады, немесе обой қалдықтарын пайдалансаңыз да болады. Менде бұйым ұзындығы 42 см. Ұзындығымызды белгілеп аламын. Мен қағазым 39 см шықты. Матаға қойып пішкен кезде 3 см қосып кететін боламын. Енді бұйымымыздың енін өлшеп шығарып аламыз. Ол үшін ОГ-ны бөлеміз 4-ге плюс 2-ні. 2 бізде қосымша. 57-ні 4-ге бөлеміз, 2-ні қосамыз, сонда бізде шығады 16,5 см. Қағазымызды 16,5 см белгілеп аламыз. Осыдан төмен қарай да белгілейміз және түзу сызықпен осы екі нүктені қосып алатын боламыз. Түзу сызықты төменге қарай жеткіземіз. Біз келесі кезекте мойын ойындысын шығаратын боламыз. Ол үшін мойын айналымын 6-ға бөлеміз. Бізде мойын айналымы 27. 27-ні 6-ға бөлсек 4,5 см шығады. Осы аралыққа 4,5 см белгілеп аламыз. Ал төмен жағына 4,5-ға 1 см қосамыз. Ал сіздерде 5,5 шықса, 6,5-ді белгілейсіз. Бұл мойын ойындысы. Алды лекаламыздың алт бөлігінің мойын ойындысы болады. Артқы бойдың мойын ойындысын осы жерге белгілеп кететін боламын. Жоғарыдан төмен қарай 2 см белгілейміз және жаңағы 4,5 см белгілеген жерімізбен осылай қосып шығатын боламыз. Енді иықты бізде 8 см, оған 1 см қосып, төмен қарай 2 см түземіз. Және осы 4,5 белгілеген жерімізбен қосатын боламыз. Пройманы шығару үшін обхват грудины 6-ға бөліп, оған 4-ті қосамыз. Сол кезде бізде осы аралық шығады. Иығымыздан төмен қарай 13,5 см белгілейміз. Осы екі нүктені қосамыз. Видеодағыдай горизонтал сызықтарды сызбалатын боламыз. Пройманы төменгі бөлігін сызу үшін 16,5 см белгілеп аламыз. Және осыны түзу сызық жүргізетін боламыз. Енді осы екі қиылысқан нүктені ортасынан 45 градуста 2 см белгілеп аламыз және осылай плавно қосып шығатын боламыз. Бұл бізде артқы бойдың қолтық ойындысы. Енді осы видеода көрсетілген сызықты тең ортасынан 1 см ішке қарай белгілеп, осылай қосып шығатын боламыз. Бұл бізде алдыңғы бойдың проймасы болып есептеледі. Пішкен кезде алдымен артқы бойды пішіп аламыз, кейін осы жерді қиып тастап, алдыңғы бойды қиятын боламыз. Осы аралықты түзу сызықпен қосып шығамыз. Бізде лекаламыз дайын болды. Алдыңғы бойдың мойын ойындысын
осылай мен үшбұрыш істеуді қаладым. Үшбұрышынан болады. Бұл алдыңғы бойдың мойын ойындысы, ал жоғарыдағы артқы бойдың мойын ойындысы. Қиған кезде артқы бойдың мойын ойындысынан қиятын боламыз. Алдыңғы бойдың мойын ойындысын пішкен кезде осылай қайырып қоямыз. Және мына аралықты алдыңғы бойды пішкен кезде қиып алып тастайтын боламыз. Енді матамызды алайық. Бұл астарлық үшін таңдаған материалым, ал бұл негізгі матамыз. Ең алдымен астарлы бөлігін пішуден бастаймыз. Матамызды пішуге дайындап аламыз. Көстерін шығарамыз. Көкейдің артқы бөлігі бір тұтас болады. Осындай бүктеу жағына ортасын қойып аламыз. Және мойын ойындысына ешқандай қосымша қоспаймыз. Иығына 1 см тігіс үшін қосымша береміз. Ал қолтық ойындысына қосымша қоспаймыз. Жан тігісі үшін 1 см қосымша қосамыз. Ал төмен жағына мен лекалам 39 см болды. Маған 42 см керек. Төменге 3 см белгілеп, осылай қиып алатын боламын. Енді кезекте алдыңғы бойды пішіп алатын боламыз. Мойын ойындысын қиып алып тастамаймыз. Осылай бүктеп қойсақ, бұл лекаланы кейінде пайдалана берсек болады. Проймасын осылай 1 см іштен сызған жерімізді қиып алып тастаймыз. Ол бізге қимыл қозғалыс үшін керек болады. Енді мойын ойындысы үшін қосымша бермейміз. Иығымыз үшін 1 см қосымша береміз. Қолтық ойындысы үшін қосымшаның керегі жоқ. Ал жан тігісі үшін 1 см қосып сызамыз. Төмен қарай 3 см қостым. Жан тігісі үшін 1 см. Енді қиып алатын боламыз. Кәжекейдің алды осылай овальный болғанын қаладым. Ол үшін 5 см белгілеп алып, осылай сызып алдым.
кежекейіміздің алды ашық болады, сол үшін 2 бөліктен тұрады. Астарлы бөлігімізді пішіп алдым. Енді кезекте негізгі матамызды пішетін боламыз. Осы пішіп алған бұйымымызды бастырып пішіп алсақ оңай болады. Мінекей барлық детальдарды пішіп дайындап алдым. Енді ең алдымен астарлы бөлікті оң бетіне беттестіріп осылай қойып аламыз және иығын закрепкамен тігетін боламыз. Астарлы бөлікті тігіп болғаннан кейін негізгі матамызды аламыз. Артқы бойдың оң бетіне алдыңғы бойдың оң бетін осылай беттестіріп, бұны да иығын закрепкамен тігетін боламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Негізгі матамыздың оң бетіне астарлы матамыздың оң бетін беттестіріп, иықтарын бір-біріне келтіріп аламыз. Мінекей мен тігуге дайындап алдым. Ең алдымен алды бөлікті тігіп шығатын боламыз. Алдын тіккен кезде осылай жартысынан бастап тігетін боламыз. Мына беттің жартысына дейін. Енді осы тігіп алған жерімізді қайшының көмегімен 0,2 см жеткізбей қиып шығатын боламыз.
Келесі этап бізде қолтық ойындысын тігу. Қолтық ойындысын тігу үшін ең алдымен осылай иық сызықтарын, тігістерін бір-біріне қойып аламыз. Және осы қолтық ойындысын бір-біріне келтіріп, түйреуішпен түйреп шығатын боламыз. Осы аралықты тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдым. Енді 0,2 мм жеткізбей осылай қиып шығатын боламыз. Бұл аударған кезде мата жақсы жату үшін қажет болады. Қиып болғаннан кейін артқы жағынан аударатын боламыз. Осылай екі иықтан алдыңғы бөлікті шығарып алатын боламыз. Кейін жақсылап үтіктеп аламыз. Мінекей үтіктеп алдым. Енді кезекте біз жан тігістерін тігетін боламыз. Ол үшін осылай астарлы бөлікті алып аламыз. Қолтық ойындысын тігістерін осылай түйреп аламыз. Артқы бойды астарлы бөлікпен негізгі бөлікпен беттестіріп осылай түйреп шығатын боламыз. Екінші жағында дәл осылай түйреп алатын боламыз. Бір бөлікті астарлы жағынан 10 см ашық қалдырамыз. Бұл бізге аудару үшін керек болады.
екі жан тігістерін тігіп болдым. Енді етек жағын осылай түзіп қойып алып, ашық жерін жалғастырып тігіп шығатын боламыз. Тігіп болдым. Енді жаңағы ашық қалған жерден осы аралықтан жекемізді оң бетіне аударып аламыз. Аударып болғаннан кейін ашық жерімізді 0,1 сантиметрде тігіп алатын боламыз. Біздің қажекейіміз дайын. 0,5 сантиметрден сәндік тігіс беріп шықсақ болады. Мен осылай сәндік тігіс беруді жөн көрдім. 0,5 сантиметрде айналдырып тігіп шығамын. Бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Бұл қажекейдің тігілу жолы өте оңай және 4 қана өлшеммен пішіп алуға болады. Кез келген өлшемнен кез келген лекаланы шығарып пішіп тігіп алсаңыз болады. Мұндай қажекейді кез келген материалдан тіксеңіз де болады.